Жетісай ауданы сүт өнімдерін терең өңдейтін тағы бір кәсіпорынмен толықты. Жуырда Қарақай ауылдық округіне қарасты Сәтбаев ауылында медет сүт өңдеу цехының салтанатты ашылуы өтті. Жеке кәсіпкер ғалым Назира Шәріпұлының ашқан цехта 15 түрлі өнім өндіріледі. Инвестициялық құны 150 миллион теңге тұратын жоба осы жылдың басында іске қосылған болатын. Түркияның озық технологиясымен жабдықталған цехта алғашында небары 2-3 түрлі өнім түрлері өндірілді. Цех басшылығы бір жылға жетпей өнім түрлерін 15-ке жеткізіп отыр. Ал дәмі тіл үйрет. Тұтынушылардың көңілінен шыққаны соншалық дүкен сөрелерінде медет цехынан шыққан өнімдер тез таусылып кетеді. Ашылу рәсімінде аудан әкімі Жамантай Бейсенбаев жергілікті кәсіпкердің еңбегін осылайша жоғары бағалады. Ел ағалары болса аталарын беріп лентасын қиды. Неше түрлі ақтан дәм татып, ішін аралап көрді. Ауданға бір қажетті кәсіпорын ашып отырсын. Мына кәсіпорын, бұның болашағы өзінің бұнымен талай рет сөйлестік. Бағдарламаларын бәрі жүзеге аса берсін. Бұдан да жоғары, бұдан да әрі бұны дамытам деген бұның алға қойған жоспарлары бар. Сол жоспардың бәрі орындала берсін. Мына ғимаратын құтты болсын кәсіпорынның. Өндіріс ошағы әзірге тәулігіне 3 тонна сүт өнімдерін өңдейді. Ал толық тәуліктік қуаттылығы 30 тоннаға қауқарлы. Алдағы уақытта цехтың екінші кезеңін іске қосу жоспарланып отыр. Медет сүт өз мына жобамен қазір таңда 3 тонна сүт өңдеп отыр. Бірақ та бұның қуаттылығы негізі 30 тоннаға лайықты. Ол үшін біз жүйелі жұмыс жасап жатырмыз. Қазір мына оңтүстік аймақтық инвестиция қорымен сұраныс бердік. 50 миллион теңгеге қажетті құрал жабдықтар мен техникалар сатып алу үшін. Таяу күндерде ол шешім қабылданса, міне кәсіпорынға қажетті құрал жабдықтар мен техниканы алып береміз. Содан кейін бұл кәсіпорында бұл жобамен жаңағы айтып өткен 30 тонна сүтті өңдеуге толық мүмкіндік болады. Біз соған қол жеткізіп отыратын болсақ, мына сүт өнімдерінің жаңағы ассортиментін 15-тен 25-ке дейін жеткізуге мүмкіндігіміз болады. Яғни біз осы аудандағы сауда орындарына және мына балабақшалар, ауруханаларға қажетті сүт өнімдерін толығымен сырттан импорттамай, өзімізде осы жаңағы табиғи сапалы өнімдерді ұсынуға мүмкіндік болатын болады. Мұнда әкелінген шикізат алдымен зертханалық тексерістен өтеді. Содан соң 65-100 градустың аралығында қайнатылады. Әрі қарай өңдеуге жіберіледі. Осындай ауқымды жобаны қолға алып, жергілікті 15 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отырған жеке кәсіпкер ғалым Назира Шәріпұлының алға қойған мақсаты бұдан да ауқымды. Өнімге деген сұраныс жоғары болғандықтан үлкен қалаларға да шығуға мүмкіндігіміз бар дейді. Мемлекет қолдауына иек арта. Сұраныс қазірше өзіміздің ауданымызда жақсы кетіп жатыр. Енді Құда қаласа қалаға, Шымкентке, Сарыағашқа дейін барып жатыр. Шардара, Сарыағаш, Абай сол жерде сатылып жатыр. Енді Құда қаласа Шымкент қалаға шығамыз. Негізі Құда қаласа осы 2020-дан бастап Түркиядан, Өзбекстаннан мамандар келеді. Құда қаласа 21 түрлі өнімге жеткіземіз ғой. Бірінші түрік мамандары келіп 3 ай істеп үйретіп кетті. Одан кейін Өзбекстаннан мамандар келіп үйретіп жатыр. Қазірше осы цехтың ішінде 2 технолог бар. Біреуі сыр жағына, біреуі айрандар жағына. Қазірше сол. Қаласа ертең марттан бастап, келесі жыл 2020-дан бастап тағы да нелер келеді, технологтар келеді. Ал сіз медеттің өнімдерінен ауыз тиіп көрдіңіз бе? Көрмесеңіз көріңіз. Дәмі аузыңыздан кетпес анық. Ең бастысы жергілікті кәсіпкердің шикізатты терең өңдеп, жетісайлық брендті қалыптастырғанына дән ризамыз. Жетісай ауданынан Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, Рысбек Өтепберген, ақпарат.